Емдік шайларымыздың қай түрі болмасын, асқазан ұйқы безі шайы болсын, бүйрек шайы болсын, өкпе қолқа шайы болсын, бауыр шайы болсын, жүрек шайы болсын, давлениеге арналған двойной селен көк шайымыз болсын, барлығының демдеу тәсілі бірдей. Яғни шайнектегі қайнаған су 10-15 минут демін алу керек. 10-15 минут күтетін уақытыңыз болмаса, қазір енді барлық үйде бар деп ойлаймын. 200 грамдық, 250 грамдық стеклянный бокал, бұдан шағындау болса да болады. Яғни қазір қайнаған суды шағын ыдысқа құйып аламыз. Шағын ыдысқа құйылғаннан кейін ол суды 10-15 минут күту керек болмайды. Бар болғаны демін алуға 1-1,5 минут жетеді. Яғни 1-1,5 минут демін алған суға емдік шайымызды саламыз. Шай шыққаннан кейін оны ішіп аламыз. Бір пакетикті бір демдеп ішіп болғанша, бағанағы қайнаған шайнектегі су уже демін алып қояды. Повторно үстіне тағы құямыз. Екінші рет демдегенде сәл ұзақтау тұру керек болады. Есесіне жақсы шығады. Артынша тағы ішіп аламыз. Яғни бірінен соң бірін, бір пакетикті 2 демдеп ішеміз.